Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сковородкада 5 минутта дайын болатын пиццаны көрсететін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқаны аламыз. Оны жақсылап араластырып аламыз. Осы 2 жұмыртқаға 4 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20% майлылығы. Сіздер өздеріңізге қандай қаймақ ұнайды, соны салсаңыздар болады. Сөйтіп оны жақсылап араластырып аламыз. Төрт ас қасық майонез саламын. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Енді 9 ас қасық ұн саламын. Пицца өте дәмді және қамыры өте жұмсақ болып піседі. 5 минутта дайын болады. Жасап көрсеңіздер болады. Таңғы асқа да дайындаса болады. Өте дәмді, өте жақсы және өте тез дайындалады. Енді жақсылап барлығын араластырып аламыз. Қаймақтың қамырындай қою болады. Сөйтіп жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Енді сковородкамыздың түбіне май жағамыз. Оны мынандай щеткалармен майласақ болады. Өте жақсы, өте ыңғайлы. Енді осыған жаңа дайын болған қамырымызды алып салып, оны біркелкі ғып сковородкаға жайып шығамыз. Қамырымызды біркелкі жайып шықтық. Осы щеткамен біркелкі бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне помидорларды кесіп, осылай турап, мен көрсеткендей турап, оны бетіне қойып шығамыз. Помидорларды бетіне қойып шығамыз. Оның үстіне колбасаның орнына ет, туралған ет, немесе саңырауқұлақ, әртүрлі заттарды қосуға болады. Әркімнің өзінің талғамына қарай пиццаның бетіндегі құрамын әртүрлі ғып жасаса болады. Колбасаны біркелкі қойып шықтық. Енді оның үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті біркелкі ғып бетіне сеуіп шығамыз. Мен укропты алып бетіне қойып шығамын.
осы сковородкамыздың қақпағын жауып, пиццамызды орташа отта 5 минутқа газға қоямыз. Тура 5 минутта пиццамыз дайын болып шығады. Қамыры өте жұмсақ, дәмді болады. Достар, осы 5 минутта дайын болатын пиццаны жасап көрсеңіздер болады. Мені көргендеріңізге рахмет. Менің парақшама жазылып, лайк басып қойыңыздар. Сіздерге рахмет.